Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі күн 8 қыркүйек. Сабақтың тақырыбы: екінші сыныпта оқимын, мен 8-демін. Сабақтың мақсаты: өздерің туралы қазақ тілінде айта алуды үйрену, сан есімдерді қайталап неше жаста екенін айта алу. Балалар, суретке қараңызшы. Бізге 2 сыныпта жаңа достар оқуға көмектеседі. Ребята, посмотрите на картинку. В этом учебном году нам будут помогать учиться, знакомиться с казахским языком новые друзья. Олармен танысу үшін келесі тапсырмаға көшейік. Для того, чтобы с ними познакомиться, перейдем к следующему заданию. Тыңда, қайтала. Слушай и повторяй. Сәлем. Менің атым Андрей. Сенің атың кім? Сен нешінші сыныпта оқисың? Сәлем. Привет. Менің атым Андрей. Меня зовут Андрей. Сенің атың кім? Как тебя зовут? Сен нешінші сыныпта оқисың? В каком классе ты учишься? Ребята, я думаю, что вы все вспомнили данные фразы. Послушаем ответ второго мальчика и повторим его ответы. Сәлем, менің атым Әлібек. Мен 2 сыныпта оқимын. Сәлем, привет. Менің атым Әлібек. Меня зовут Әлібек. Мен 2 сыныпта оқимын. Повторим все вместе. Мен 2 сыныпта оқимын. Я учусь во 2 классе. Екінші суретке назар аударайық. Обратим внимание на вторую картинку. Сәлем, менің атым Айгүл. Мен 3 сыныпта оқимын. Сен ше? Сәлем, привет. Менің атым Айгүл. Меня зовут Айгуль. Мен 3 сыныпта оқимын. Я учусь в 3 классе. Сен ше? А ты? Сәлем, менің атым Рая. Мен 1 сыныпта оқимын. Привет, меня зовут Рая. Я учусь в 1 классе. Давайте повторим фразы. Қайталайық. Сәлем. Менің атым Айгүл. Мен 3 сыныпта оқимын. Сен нешінші сыныпта оқисың? Сенің атың кім? Яғни біздің достарымыз Әлібек, Айгүл, Андрей, Рая. Наших друзей зовут Әлібек, Айгуль, Андрей, Рая. Естеріңізде сақтаңыздар, запоминайте. Жаңа сөздер, новые слова. Тыңдаймыз, қайталаймыз. Сен ше? А ты? Сен нешінші сыныпта оқисың? В каком классе ты учишься? Жақсы көремін. Люблю. Қонжық. Қонжық. Медвежонок. Қуыршақ. Кукла. Тыңда, қайтала. Слушаем и повторяем. Сәлем. Менің атым Алиса. Мен 2 сыныпта оқимын. Привет, меня зовут Алиса. Я учусь во 2 классе. Мен 2 сыныпта оқимын.
Екінші, ребята, переводится как во втором. Сен нешінші сыныпта оқисың? В каком классе ты учишься? Сен нешінші сыныпта оқисың? Ребята, теперь вам вопрос. Сен нешінші сыныпта оқисың? Дұрыс. Правильный ответ. Мен екінші сыныпта оқимын. Кім дұрыс жауап берсе, жарайсыздар. Если вы ответили правильно, молодцы. Сан есімдерді қайталайық. Давайте повторим цифры. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ребята, есть такие цифры, которые называются порядковыми. Это когда мы говорим их порядок. Допустим, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В казахском языке тоже есть порядковые числа. Их мы называем реттік сан есімдер. Чтобы числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 поставить в порядковые, нам нужно добавить после них суффиксы нш, ш, нш, нш. Например, 1 бір, первый бірінші, 2 екінші, 3 үшінші, 4. Попробуйте сами. 4 төртінші, 5 бесінші, 6 алтыншы, 7 жетінші, 8 сегізінші, 9 тоғызыншы, 10 оныншы. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы, оныншы. Теперь мы говорим, мы учимся во 2 классе. Мен екінші сыныпта оқимын. Когда мы учились в 1 классе, мы говорили, мен бірінші сыныпта оқимын. Балалар, ұлдың туған күні. Ол неше жасқа толды? Сколько ему лет? Посмотрите на картинку. 7. Когда мы задаем вопрос, сколько тебе лет, мы учились с вами. Сен неше жастасың? Но можно спросить вкратце. Сен нешедесің? Сколько тебе? Сен нешедесің? Қайталаймыз. Сен нешедесің? Также мы можем и вкратце ответить. Полный ответ будет мен жеті жастамын. Вкратце можно просто ответить мен жетідемін. Если 8, мен сегіздемін. Если 6, мен алтыдамын. Давайте повторим. Қайталайық. Сен нешедесің? Мен жетідемін. Балалар, қараңыздар. Посмотрите на картинки. Смотрим на мальчиков. Тыңдаймыз және қайталаймыз. Мен сегіздемін. Мен екінші сыныпта оқимын. Мен спортты жақсы көремін. Мен сегіздемін переводится мне 8 лет. Мен екінші сыныпта оқимын. Правильно, я учусь во 2 классе.
Мен спортты жақсы көремін. Жақсы көремін, ребята, это люблю. Я люблю спорт. Қыздарға қараймыз. Смотрим на девочек. Айгерим. Мен 7-демін. Мен 1-ші сыныпта оқимын. Мен қуыршақты жақсы көремін. Мен 7-демін, мне 7 лет. Мен 1-ші сыныпта оқимын, я учусь в 1 классе. Мен қуыршақты жақсы көремін, я люблю куклу. Смотрим на Раю. Мен де 7-демін. Мен 2-ші сыныпта оқимын. Мен қонжықты жақсы көремін. Мен де 7-демін, и мне 7 лет. Мен 2-ші сыныпта оқимын, я учусь во 2 классе. Мен қожықты жақсы көремін, я люблю медвежонка. Ребята, давайте попробуем составить какие предложения о себе. Например, мен 7-демін, мен 2-ші сыныпта оқимын, мен қонжықты жақсы көремін. Термен жұмыс. Берем тетрадку в широкую линию. Бүгінгі күнді жазамыз. Записываем сегодняшнее число. 8. Қыркүйек, ребята, переводится как сентябрь. То есть мы пишем с вами циферку 8, затем слово қыркүйек. Первую линию мы пишем слово менің заглавной буквой. Менің. Второе слово атым. Третьим необходимо дополнить предложение. Менің атым. Дополняйте предложение. И в 4-й линии необходимо полностью написать данное предложение. Осымен сабағымыз аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар.